Lesson study зерттеу сабағы оқушының сабақтағы белсенділігін дамыту және де мұғалімнің кәсіби тәжірибесінің шеберлігін арттыруына ықпал ететін сабақтың бірі. Біз қыркүйек айының басында ақылдаса келе жаңағы осы бағдарламаны, осы топтың Lesson study тобын бағдарламасын меңгерген ұстаздардан топ құрдық. Топ мүшесі болып мен Аляскарова Айгүл Бәзілбайқызы қойылды топ мүшесімен топпен жұмыс жасауға. Сол топ мүшелері бірлесе отырып, ақылдаса отырып, бәріміз бір ауыздан осы Lesson study зерттеу сабағына осы номер 26 мектептегі 2-ші Б сыныбын санаға алдық бақылау сабағына. Ол сыныпталған себебіміз сол сыныптағы оқушылардың белсенділігін арттыру болды бізде. Қазіргі таңда сол жаңағы таңдалған сабақ топ бойынша біз бірінші циклдың бірінші сабағына жоспар құрдық. Топ мүшелі отырып, бәріміз бірге жоспар құрылды. Бірінші сабақтың жоспары құрылды. Сол жоспар бойынша сабақ өткізілді. Сабақ барысында біз сабаққа қатыса отырып, бақылау жүргізген кезде біз сол балалардың жаңағы бақылай отырып, сынып оқушыларының сәтсіз тұстарын және сәтті тұстарын бақылап өзімізге белгілеп отырдық. Сол арқылы келесі сабақ біткеннен кейін қорытындылай отырып, келесі 2-ші сабаққа біз жоспар құрдық. Осылай қыркүйек айынан бастап 2 циклдан, бірінші циклда 3 сабақ, 2-ші циклда 3 сабақтан осы топта зерттеу сабағы жүргізіліп отырды. Нәтижесінде біз үлкен нәтиже көрдік деп айта аламын. Себебі Lesson study мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтерудегі, білім жетілдірудегі, тәжірибе алмасудағы өте оңтайлы тәсіл деп айта аламын. Және де сонымен қатар оқушы сабақты жақсы меңгеру үшін бірнеше сабақ бойы түрлі тәсілдерді қолдана отырып, біз үлкен соңында жетістіктерге жеттік деп толық айта аламын. Бүгін бізде математика сабағы, ерекше сабақ, бізде қонақтар бар. Қазір орнымыздан тұрып, бір-бірімізге жолығыса өтіп, бүгінгі сабақтан. Жерді қоқыстамыз тағыдан? Күнмен күн не істейді? Теңесе бастайды тағыдан? Жер көгеріп, ағаштар бүршік ата бастайды. Жарайсың отыра ғой. Енді көктемде алғашқы көктем мезгілінде алғашқы кезде бізге қандай гүлдер шешек ата бастайды? Енді мен осы гүлдердің көктемде ерте шығатын гүлдерге байланысты топқа бөлінген, 4 топқа. Бірінші топты бізде жауқазын тобы бірінші топта, екінші топта қызғалдақ тобы, үшінші топта наргиз тобы, төртінші топта бәйшешек тобы. Осы топ бойынша біз не істейміз? Балалар жұмыс жасаймыз. Қазір несиелерді
есепті теңдеу қылып шығарамыз. Біріншісінде, екіншісінде құрама есептерді есептеп шығарамыз. Үшіншісінде артық кем байланысты есептер шығарамыз. Үшіншісінде де бізге шартты есеп берілген. 4 топқа қазір 4 тапсырма беріледі. Біз бұл тапсырмаларды орындай отырып, мына жерде көктемгі демалыс күндерінде көктемгі еңбек түрлерін алып отырмын. Бірінші тапсырмада біз не істейміз? Ағаш отырғызамыз. Бұл тапсырмалар топтық жұмыстарды орындай отырып, біз ағаш отырғызамыз, жер аударамыз, және жерді қопсытамыз, және көшет отырғызамыз. Егер дұрыс жауап берсе, біздің есептеріміздің тапсырмаларымыздың жауабы дұрыс болатын болса, біздің алға қойған мақсаттарымыз орындалады. Бірінші тапсырма. Еңбек топтасын орындайды. Енді бірінші топтың тапсырмасын тыңдаймыз. Дайынсың сен ғой. Сендер шешіп жатырсыңдар. Мирас пен Алмат ойнады. Мирас 16 ұпай алды. Алмат одан 2 есеге ұпай жинады. Алмат қанша ұпай жинады? Бізде Мирас пен Алмат бой ойнады дейді. Мирас 16 ұпай, ал Алмат одан 2 есе кем ұпай жинады. Алмат қанша ұпай жинады дейді. Бұл тапсырмада нені табуымыз керекпіз? Бізге не белгісіз болып тұр? Алматтың қанша ұпай жинаған табуымыз керек, айта ғой. Мирас 16 ұпай, ал Алмат одан 2 есеге ұпай жинады. Бұл жерде бізге немен шығарасыңдар деген есепті? Теңдеу құрып қойды. Біз оны 16-ны x-ке беріп аламыз, тең болады 2. X тең 16 бөлінген 2, x тең 2. 16 бөлінген 8 тең 2, 2 тең 2. Жауабы Алмат 8 ұпай жинады. Бұл жерде бізге Алматтың ұпайы белгісіз болып тұрған, оны біз не құру арқылы шығардық? Теңдеу құру арқылы шығардық. Бұл жерде Алматтың ұпайы қанша болды? 8 ұпай. Тапсырма дұрыс па тексеруге? Бізде Алматтың ұпайы 8 ұпай. Тапсырмамыз дұрыс па балалар? Жарайсың, Раяна. Қыздар 18 гүлді 3 қатарға теңдей бөліп отырғызды. Қыздар әр қатарға неше гүлден отырғызды? Біз барлығын 18 гүлден алдық. Бөлінді 3 қатар шешуі 18 гүл 3-тің бөліндісі 6-ға тең болды. Жауабына 3-тен бөлінді. Мына жерде бізге қыздарға 18 гүл берілді. Қолыма 18 гүлді ала ғой. 18 гүл берілді. Он не істеді? Қыздар теңдей 3 қатарға бөлді. Енді қыздарға айтады, әр қатарға неше гүлден отырғызылды дейді. Қараңыздар, мына жерде құрастыр. Бізге мына 3 қатар берілді. Қолында 18 гүл. Қалай құрастырасың? Мына жерде. Енді айта ғой, қаншадан тиеді екен сонда? 6-дан тиеді. Ал әр қатарға 6-дан тиеді екен. 18 гүлді 3 қатарға теңдей бөлгенімізде, сонда 6 қатардан тиеді екен. Есеп тапсырмамыз дұрыс па? Мына жерде тапсырманы жақсы орындарыңдар, өздеріңнің корзиналарына салып отырыңдар. Енді жаңа айтқан не, осы тапсырманы орындай отырып, біз көктемнің белгілерін табамыз деді. Біздің көктемдік жұмыстар орындалады деді. Орындалды ма? Тапсырмаларымыз көп орындалды. Орындалды. Барлық жауап дұрыс. Көктемде жаңа біз не істейміз деді? Жерді қопсырамыз, ағаш отырғызамыз, құстарға жасаймыз, көшет отырғызамыз. Бұлардың бәрін отырғызып болғасын не істейміз? Күтіп қабыстаймыз, су құйып. Мына жерде біріншіден тоқтақты қосытып аламыз. Тапсырмаларды орындау арқылы біз көктемдік
жұмыстарды істедік, орындап шықты. Қазір енді серпу жаттығу жасап алайық. Келесі мен бұл топқа жұмыс дайындап бердім қазір топпен. Мына жерде бұны құрастырамыз. Есепті шығара отырып, бұны құрастырып Emine мен шығамын
Дұрыс па балалар? Иә. 3 көбейтілген 9 тең 27. 3 көбейтілген 6 тең 3-пен 6-ны көбейтіңізсе 18, иә, дұрыс. 21 бөлінген 3 тең 7. 18 бөлу 3 тең 6. 2 мен 4-тің бөлінісі 3-ке тең болады. 6 мен 5-тің көбейтілісі 30-ға тең болады. 4 пен 7-нің көбейтілісі 28-ге тең болады. 24 пен 4-тің бөлінісі 6-ға тең болады. Жарайсың. Барлық топтар жұмыс жасап отырған оқушыларды бағалаймыз, иә, өте бағалау картиналарына салыстырып. Дәптерге күніретін жазып тақтада. Дәптерімізді ашамыз. Күніретін жазып, көбейтінмен бөлмелерді есептерді тапсырып жазыппан. Енді кітаптар 7-ші тапсырмаға қарайсыз ба бойынша амалдарды орында дейді. Дәптерге орындап, алып келіп тексертеміз, иә? Дәптермен жұмыс, дәптерге орындаймыз. 7-ші тапсырма. Сендер қол көтереміз, иә? Топтан бір оқушы. Мына топтан кеңшілік келе ғой. Аяу. Айгер. Қалған орнымызда отырып, тақтадан бір тексергеніз, иә? Тақтаға қараймыз. Бірінші тапсырманы кеңшілік орындады. Бізде 100-ден азайту керек 47-ні, иә? Қанша шықты? Дұрыс па? Дұрыс орындап тұрма? 100-ден 47-ні азайтсақ 63 дейді. Дұрыс па? Дұрыс орындап тұрған бұл, иә? Мына жерде екінші тапсырмада 63-ке 27-ні қосындысы 90 дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Енді осы шыққан саннан қосындының мәніне біз 56-ны есебеміз керек, азайтуымыз керек, иә? Мына жерде 90-нан 56-ны азайтыпты. Дұрыс па? Дұрыс емес. Азайтып болған. Үшінші тапсырмада 67-тен 62-ні азайтамыз. 5 қалады дейді. Азайтымыз 5 болады мәні. 5-ті неге көбейтуіміз керек? 9-ға көбейтуіміз керек болған 45. Тапсырма дұрыс па? Дұрыс. Жарайсың. Аяғын. Тапсырма дұрыс орындады. Балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Бүгінгі сабақта не түсіндік? Көбейтумен бөлуді түсіндік. Көбейтумен бөлуге есептер тапсырмалар орындады, иә? Сабақтың өзіңе ұнаған қандай тұстары бар бүгінгі сабақтан? Қай жері ұнады сабақтың? Маған 7-ші тапсырма ұнады. 7-ші тапсырма, иә? 7-ші тапсырмада сызбалар бойынша амалдарды орындады екен. Тағы да? 7-ші тапсырма? Бәріңізге ма? Бүгін біз қандай есептердің түрімен таныстық? Көбейту, бөлу және азайту және шарт есептерден біз теңдеу құруды, иә? Теңдеу құруды үйрендік, иә? Құрама есептерге есептер шығардық. Енді алдарына мен стикер қойдым. Өздеріңнің бүгінгі сабаққа деген түсінгендеріңді мына жерде стикерлерді әкеліп жазасыңдар өздерге ұнаған тұстары сабақтың. Алдарына стикер қойдым ғой. Соған жазып жапырақтарын. Жазып
Жеті. Бірінші топта 7. Екінші топта 10. Топта 13. Төртінші топтың бағалауы көбейгеніне жарайсыңдар балалар. Енді біз бірінші сабақты бастағанымызда көктемгі енді қолымыздағы класстастарға өз бүгінгі сабақтың ұнаған тұстарын жазып, тақтадағы қалды жапсырамыз. Тоқтайын ба? Маған жетінші тапсырма ұнады. Маған 7-ші тапсырма ұнады дейді. Раяна? Маған 7-ші тапсырма мен 1-ші тапсырма ұнады. Бірінші тапсырма мен 7-ші тапсырма ұнады, иә? Жарайсың тағы. Аяулым оқи ғой сен, не жаздың? Бүгінгі сабақта маған 7-ші тапсырма ұнады және 1-ші тапсырма ұнады. Жарайсың отыра ғой. Тез-тез жапсырамыз да. Отыра ғой.